Сәлем, қызыл жасымық пен шалма көже дайындаймыз. Бір үлкен пиязды көбіктеп майдалап тураймыз. Балдыр көктің жапырағын қажеті жоқ, тек сабағын ғана турап. Сарымсақты майдалап тураңыз. Кастрюльде орташа отта майды қыздырып, пиязды, балдыр көкті, сарымсақты салып, араластырып отырып 5-6 минуттай қуырамыз. Бір үлкен сәбізді көбіктеп тураңыз. Екі орташа шалқанды көбіктеп тураймыз. Осы сары шалқан көжеге ерекше дәм береді. Туралған сәбіз бен шалқанды қосамыз. 1 шай қасық сиыр бульоны немесе көкөніс бульонына суды қосып, араластырып, бульонды қосып, кішкене жұмсартып пісіреміз. 1 ас қасық томат пастасы, қызыл жасымықты және лавровый лист қосып, су құямыз. 1 шай қасықты толтырып тұз, жарты шай қасық қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып, қақпағын жартылай жауып 1 сағатқа жай отқа қоямыз. Арасында 2 рет араластырып пісіріңіз. Дайын болған кезде лавр жапырағын алып тастаңыз. Жасымықтан жасалынған шалма көже өте дәмді әрі диеталық тағамның бірі. 1 тілім лимон шырын қоссаңыз да болады. Жасап көріңіз, ас болсын.